Баласымен орысша сөйлейтін аналарға жиіркенішті қараймын. Нұрлан Өнербаев. Қасқажол YouTube бағдарламасының бұл аптадағы қонағы, әнші, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері. Нұрлан Өнербаев қазақ өнеріндегі артықшылықтар мен кемшін тұстарды, қазақ тілінің болашағы жайлы, сондай-ақ ағамыздың жеке өмірі жөнінде сөз қозғады. Бұл туралы Қазақ Today ақпарат порталы хабарлайды. Ел болып егемендік алғалы, туымызды көкке көтергелі, тіліміз тәуелсіздік ала алмай қойды. Әлі де сол тіліміз босағада жүр. Біз өнер адамы болғандықтан сахнада төл мәдениетімізді өзіміздің ана тілімізде жеткізгіміз келеді. Ал егер тіліміз осы мүшкіл күйінде әрі қарай кері кете беретін болса, ертең сені ана тіліңде сөйлеп тұрған сөзің, әнің, жырың кімге керек болады? Бұл өте өзекті мәселе. Мен өзім жүрген жерімде тілімізді дәріптеп жүремін, деді өнер иесі. Сондай-ақ Нұрлан Өнербаев көшеде баласымен орыс тілінде сөйлесетін ата-аналарға жиіркенішпен қарайтынын жасырмады. Өзіміздің қазақ азаматтары баласымен шүлдірлеп басқа тілде сөйлеп жатқандары жаныма батады. Өте жиіркенішті жағдай. Өзіміз қазақтың баласы бола тұра, туғаннан бойымызға ананың сүтімен қазақ тілі дамыса да, өзге тілді құп көріп тұрамыз. Өз ұрпағыңа өз ана тіліңде сөйлей алмау деген, біріншіден өз ата-анаңды тәрк ету, өз болмысыңды тәрк ету, және өз ұлтыңды тәрк ету. Яғни бәрін жоққа шығару деген сөз. Мен енді ондай адамдарға алғашқы кезде ескертуде жасап көрдім. Мұндай кезде жұрттар өте ашуланып, агрессия танытады. Сол себепті қазіргі кезде ешкімге ескерту жасап айтпайтында болдым. Билік қаласа бәрін бір күнде қазақша сайратар еді. Негізінен қазақ тілін мемлекеттік рәміздер қатарына қосылса деген тілегім бар. Сонда тіліміз заңмен қорғалатын болады, деп қорытындылады ол. Құрметті көрермендер, Нұрлан Өнербаевтың Қасқажол бағдарламасында айтқан ойлары елінің тағдырына бейжай қарамайтын, ұлттық құндылықты шын жүрегімен қорғайтын азаматтың шынайы жанайқайы шығар. Әсіресе қазақ тілінің қоғамда шет қақпай көріп келе жатқаны туралы пікірі бүгінгі күннің ең өзекті шындығы болуы мүмкін. Тіліміз босағада жүр, ана тілінде сөйлей алмау, өз болмысыңды тәрк ету деген сөздері жай ғана реніш емес, терең ұлттық ұстаным деп ойлаймын. Бұл пікірмен келіспеу қиын. Бала тәрбиесі отбасынан басталатыны секілді, тілге құрметте ата-ананың өз баласымен қандай тілде сөйлесетінен басталады. Егер қазақ отбасында балаға өз тілінде сөйлемесе, мектеп пен мемлекет не істей алады? Сондай-ақ Нұрлан ағамыздың қазақ тілі мемлекеттік рәміздер қатарына қосылсын деген ұсынысы батыл әрі ойландыратын ұсыныс. Мемлекеттік рәміздердей заңмен қорғалған тіл қолданылу аясы мен мәртебесін нақтылай түседі. Бүгінде тілге қатысты күрес жай мәдениет үшін емес, ұлт ретінде сақталу үшін жүріп жатыр. Осы тұрғыдан алғанда, Өнербаевтың ұстанымы тек өнер адамының емес, әр қазақтың азаматтық ұстанымына айналуы тиіс шығар. Қорытынды, тілді сақтау заңмен ғана емес, әр отбасының саналы шешімімен жүзеге асады. Ана тілінде сөйлеу өткенге құрмет, келешекке аманат.